Сәлем достар, жүректегі көз түрік телехикаясында Яреннің рөлін асқан шеберлікпен сомдаған түрік актрисасы Элай Эркек туралы видео дайындауымды сұраған екенсіздер. Олай болса, бүгінгі видеодан түрік актрисасының өмірі мен карьерасы және жеке өмірі туралы біле аласыздар. Әдеттегідей видеоны көруді бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал кеттік ендеше. Элай Эркек 1993 жылы 1 қазанда Стамбулда дүниеге келген. Актрисаның Корай Эркек деген ағасы бар. Ол да актер, бірқатар сериалдарда шағын рөлдерді сомдаған екен. Ал Элайдың өзі Стамбул мемлекеттік консерваториясының театр бөлімінде оқыған. Ол экранға алғаш рет 2013 жылы шықты. Күнді күту телехикаясында Зейнептің анасы жас Деметтің рөлін сомдады. Содан кейін Ұлыбританияға барып, онда ол 1 жыл Шотландия корольдік консерваториясында оқыды. Ол музыка және драма академиясы болып табылады. Келгеннен кейін актриса әзілкеш Толгачевикпен жұмыс істей бастады. Оның толк-шоу бағдарламасында көмекшісі және ассистенті болды. Содан кейін ол телехикаялар мен фильмдерде шағын рөлдерді ойнай бастады. Элайдың мансабындағы ең сәтті жоба Миранды Реяннан арылып кеткісі келетін Ярен рөлін сомдаған өте танымал түрік телесериалы Херджай, орыс тілінде Ведрени, ал Қазақстандағы жүректегі көз телехикаясы болды. Жеке өміріне тоқталатын болсақ, актриса актер Керемжанмен кездескен, бірақ 2018 жылы олар ажырасқаны туралы хабарлаған. Актрисаның бойының ұзындығы 170 см. Достар, бүгінгі видео осымен тамам. Сізге жүректегі көз сериалының тағы басқа қандай кейіпкерлер ұнайды? Комментте өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Ал Яреннің бейнесін сомдаған актриса Элай Эркек сіздің көңіліңізден шығалды ма? Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.